Ladies and gentlemen, ханымдар мен мырзалар, жүректерде жайнаған, жүрек төрін жаулаған, көрерменнің қимасы, көңілді тапқырлар лигасы. 2021 жыл Батыс аймақ Ақтөбе қаласы. Қош келдіңіз, достар! Қошеметтеріңізбен бүгінгі кешімізде көтеріңкі көңіл-күй сыйлайтын жұлдыздарымызбен таныс болайық. Алғаш ортаға барлық тәрбиеші мұғалімдердің қорқынышы, Құлсары білім инновация лицейінің құрамасы біз жанбасақ лапылдап. Екі жарты бір бүтін Атырау білім инновация лицейінің құрамасы жарты бастар командасы. Мұнайлы өлкенің ару қыздары Атырау қыз білім инновация лицейінің құрамасы КТЛ Pro Max. Ақтөбенің ақ көңіл жігіттері Ақтөбе білім инновация лицейінің құрамасы бірдеңе командасы. Құтты қоныстың ерке қыздары Ақтөбе қыз білім инновация лицейінің құрамасы AQ командасы. Каспий жағасынан келген Ақтау білім инновация лицейінің құрамасы White командасы. Өздері 2005 жылғы болса да саналары 90 жылдарда қалып қойған Жаңаөзен білім инновация лицейінің құрамасы ИЗ-90. Көп рахмет. Бұл жолы сайысқа 7 команда түседі және 8-ші маңызды командамыз Әділ қазылар алқасы. Байышев университетінің ректоры Бауыржан Ташмұхамбетов. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының Батыс аймақтық координаторы Әсет Дүйсенбаев. Байышев мектеп лицейінің директоры Нұржан Хамзе. Құсайынов атындағы мектеп интернатының директоры Нұрбек Аманов. Және де білім инновация халықаралық қоғамдық қорының вице-президенті Нұрбол Төлебаев. Көп замай сайыстарымызды бастаймыз, ал командаларымызға сәттілік. Бүгінгі ойынымыз 3 сайыстан тұрады. Олар команда таныстыру сайысы бастауыш, уақыт шектеуі 4 минут, осы маусымның жаңалығы, жаңа бір сайыс, оқиғалық ширату. Және де еркін сайыс, уақыт шектеуі 3 минут. Барлық сайыстарға жалпы тақырып, көптен күткен КТЛ. Құрметті көрермендер, жарқын жүздеріңіздегі маскаларыңызды киіп отыруларыңызды сұраймыз, ұмыт кетпеңіздер. Және сайыстар басталар алдында өтініш бауырмашылдығымызды көрсетіп, барлық командаларға бірдей қошеметтеуді сұраймыз. Көп рахмет. Және де кешімізді ашушы сайысымыз бастауыш алғаш боп ортаға Құлсары білім инновация лицейінің құрамасы біз жанбасақ лапылдап. Айо! Орал қайда кен? Ақтөбе қыз қайдасындар естілмейді кәне? КТЛ ойын аймақтық лига тек қана мықты өтеді финалға. Ал өту үшін ақтық мәреге оны керек бірінші Нұрбол ағайға. Атырауға салынды үлкен жатақхана, онда бәрі жайлы, онда
Шынында бәрі жаңа, бірақ оқушылар қызығын көрмеді. Онлайн жайында келгесіз хаттама. Аймақтың гүлдері АКЛ болатын, барлық әділдер соларға қадалатын. Ақтөбеде сол үшін ашып тастады, жап-жаңа лицей қыздарға арналады. Оқысақ та мейлі онлайн желімен, дайындалдық біздер күнімен түнімен. Алып келдік біздер сіздерге шұбақты, себебі біз келдік түйенің жеріне. Алдарыңызға түйенің амбассадорға келіп қалды. Қайырлы Ақтөбе! Құрметті көрермендер, бүгін біз үшін өте маңызды ойын. Маңызды ойын! Себебі біз карантиннің кесірінен лицейді бақандай бір жыл көрмедік. Дұрыс айтады. Осы бір жылдың ішінде жігіттер КТЛ ойындарында Ойнамадық. Сондықтан бүгінгі ойынды біз ұзақ күттік. Тоқташ. Тура Атырау жатақханасы сияқты ма? Ал енді жігіттер, осы бір жыл бойы лицейге келмегеніміздің кесірі болса керек, біз лицейдің құндылығынан шығып қалыппыз. Жігіттер, қалай сонда ол? Қара, тамақты сол қолмен жейтін болғанбыз. 24 сағат телефондамыз. Жігіттер, ол іште емес, тосты қылы шайтын қалғанбыз ғой. Алло, жан, ойындамын, хабарласам. Көрдіңіздер ғой, ең сорақсы қыздармен сөйлесетін болғанбыз ғой. Құрмет Нұрбала, өзіңізде көріп отырған шығарсыз. Лицейлер тезірек офлайн қыласыз. Әйтпесе КТЛ деген құдіретті аттан айырылып қалуға сәл қалып тұрмыз ғой. Тоқтат, не істеп жатсыңдар? Не ол дым көрмеген командалар ұқсап сахнада секең еді, а? Ақтөбе сияқтын о. Ендеше бүкіл тәрбиешілердің қорқыныш түсіне кіріп жүрген құлсарлықтар біз бастаймыз! Сонымен құрметті көрермендер, тамашалаймыз лицейлік викторина. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгінгі сайысқа қатысушыларға сәттілік тілей отырып, ойынымызды бастаймыз. Бірінші сұрақ. Лицейде смартфонға рұқсат беріліп. Қыздар мен ұлдар бірге оқиды. Бұл не? Ертегі? Дұрыс. Мезон дегеніміз кім? Түлектер. Дұрыс емес. Смартфон ұстап қыздармен сөйлесе алатын бостандықта КТЛ-шықтар. Дұрыс. Нұрбол Төлебаевтың сүйікті командасы. Ал қыз. Дұрыс. Мақалды жалғастыр, ас атасы. Нан. Дұрыс емес. Пост. Дұрыс. Өлеңді тап. 16 қыз. Дұрыс емес. Атырау қыз. Ойынымыздың ортасында, ойынымыздың басты демеушілері түйелерімізге алғысымызды білдіреміз. Түйе, жесең ет, ішсең шұбат. Дархан өте кепілдік береді. Гарантия. Қазақстандағы ең мықты президент. Дархан өте. Сіз ұбытыдан аз бал жинап, өзіңіз қалаған оқу орнына грантпен түсе алмадыңыз. Не істейсіз? Әрине ақыл оқиып. Дұрыс емес. Қайырлысы тәрбиеші боласам. Дұрыс. Әлемдегі ең құпия жер. Барса келмес. Дұрыс емес. Тәрбиешілер бөлмесі. Дұрыс. Ең азапты жер. Дистанционный сабақ. Дұрыс. Дұрыс жауапты таңда. КТЛ ол білім, КТЛ ол тәрбие, КТЛ ол болашақ. Барлығы да дұрыс. Құрметті достар, өмірде барлығы да алғаш рет болады. Құлса лицей 2020 жылы алғаш рет өз түлектерін ұшырған болатын. Сол түлектер алғаш рет Батыс аймағында НТ-дан үздік атанды. Сіздермен бірге олған Батыс аймақты КТЛ ойындарын алғаш рет жеңгісі келетін біз жанбасақ лапылдап КТЛ командасы. КТЛ! Көп рахмет. Ал келесі обаларыңызда Жаңа Өзен білім инновация лицейінің құрамасы из 90-х командасы. Дуғыл шапалақпен. Қанеке. Не деген дуғыл шапалақ мына енді? Көп рахмет. Міне. Анаяқта қыздар бар ма, қараш? Біреу емес, екеу отыр. Кеттік онда. Өмір деген қаталақ. Өмірге адам келмейді ғой қайталап. Қиын екен. Жиген инстаграмда қатайып қалған балдар сияқты шайып кеттік. Давай. А я с Оренбургом, фонтанчик с черным дельфином и в жизни видел. 7-ші сыныптардың анонимдік клубы. Саламатсыздар ма? Менің есімім Аманжан, мен кітап оқығанды жақсы көремін. Саламатсыздар ма? Менің есімім Дархан.
Саламатсыздар ма? Менің есімім Әсет. Чё там, хожам, қалай? Они плечистые, руки загребущие, ноги быстрые, голова полна идей, главная задача быстро Сразу өзілдейсің ғой да. Кім дедің атың? Аманжан. Баклажан. Чота тұруды үйретпепті, тәрбиесіз кім болды екен, а? Атың кім? Дархан. Dorime, interimo ad appare dorime. Енді келгенде Әсет деп айтайын деп тұрдым, хожам. Сөздік қоры өте нашар тәрбиеші, соқбеттерді шай ішіп бітіре береді екен. Тамашалаймыз лицейде болған оқиға. Не істеп отырсың? Атырау қызың биін қарап отырмын. Туфлиім шешіп басына бұрырайын ба? Ужынға үлгер алмай қалған тәрбиеші кешке қарай тост ұйымдастырып жібереді екен. Тамашалаймыз жатақхана меңгерушісі мен абыланың кездесуін көріп қалған оқушы. Жатақхана смело ғой. Дархан Өтенов мүлдем мойындамайтын тәрбиеші әлі Жаңаөзенде жұмыс жасап жүр. Біздер қыздар лицейіне кіргенде күзетші бізді осылай қарсы алды. Так, жігіттер, мына микрофонға тиіспеңіз, Новойдан келген. Ана орындықтарға тиіспеңіз, ол Италиядан алып келген. Ең бастысы жігіттер, Ақтөбе қыздарға тиіспеңіз, олар да жаңадан келген. Малины пусть жара июль, ночи такие звездные. Тек қана Құлсарыда болатын активитилар. Қой кезек, қора тазалау, шөп қырқу. Малины пусть жара июль, ночи такие звездные. Фантазиямызды ішке қосайық, егерде скриптонит шал болса. Ал енді ата бата өршісің. Най, ысқа өнікет, адам қанағат, түрлі бәлі жүн, аман не тамей. Сүймесең де напиши, жүрек отын потуши. Сүйдім сені шарым сол, күнім сол, айым сол, сердце қалды беспокой. Ойынымыздың соңында біз алдыңғы жылға ағаларымыз жасаған қателікті қайталамаймыз. Из 90-х, Жаңаөзен. Что с ними сделал снег и морозы, лед витрин голубых, люди украсят вами свой. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда жергілікті қыздарыңыз Ақтөбе қыз білім инновация лицейінің құрамасы AQ командасы. Бізге қош келдіңіз AQ лицейіне, КДЛ-ге бірінші рет қабыл алғанбыз. Шапалақты аямай, қолдауды көрсетейік, жеңілген топтарға хайырлысы дей саламыз. AQ. Қыздар, қазір өзіміз жеңіліп қалып, хайырлысы деп жүрмейік. Қыздар, бізде КВН екен ғой, қарсыластар кім? Ақтөбеге. Олар кімдер? Бірдеңе. Олар бірдеңе тапа өтіп кетеміз ғой. Келесі. Жаңаөзен. Олар кімдер? Из 90-х. Ана шалдар ма, оларды драйвпен алып кетеміз ғой. Келесі. Ақтау. Белые горы. Тоқта, келесі. Атырау ер. Олар да керек емес, келесі. Атырау қыз. Олар біздің подружкаларымыз ғой. Подружки. Келесі. Сары. Олар кімдер? Анау, біз лапылдамасақ жайнаймыз бірдеңке. Олар лапылдамаса, біз лапылдатып жібереміз ғой. Қыздар, сендер кім үшін лапылдайын деп отырсыңдар? Қайдағы жоқ, Құлсары үшін ба? Мияқта не болып жатыр? Жанып жатыр. Нағыл дейді? Жануар? Жоқ, жанып жатыр. Ана Құлсары ма жанса жана берсін. Ақтауда 4-ші орын алып жанып кетті ғой.
Қыздар, жалпы мұнда не болып жатыр? Батыс аймақтық болып жатыр ғой. Кстати, бізге ұлдар келді ғой. Бәсе, біздің қыздар неге ауф болып жүр деймін? Ауф. Қыздар, неге уайымдап отырсыңдар? Бізде приколдар жоқ. Қыздар, уайымдамаңдар. Сахна біздікі, зал біздікі. Қарсыластарымыз да біздікі. Так что, смело еркелей беріңдер. Тамашалаймыз. Ұлдар лицей әбилерін қалай қарсы алады? Барнасы түк-түк ұқтып қалды. Әбей келе жатыр. Дәл осы жағдай қыздар лицейінде. Ойбай, қандай шарпымен жатыр? Тамашалаймыз. Егер де біз Нәділ Қазуар TikTok түсірсе. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On time. It's tricky. It's the fight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. 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 I met this little girlie. Her hair was kind of curly. Went to her house and bust her out. I had to leave real early. Сіздермен бірден болған, лицейімізге алғашқы кубок әкелгізім келетін. Жатақханада 1,5 ай жатқан. Бақыт ағаның редакторасына өтпей қалған. 2 сағаттың ішінде әзіл құраған. Эй, Q командасы! Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Ақтаудан келген. Ақтау білім инновация лицейінің құрамасы White Tau командасы. Доғыл шапалақпен. Чемпион болуға все не так просто. Финалды аңсап, қиялдап жүрген издевеносый қадалды жостқа. Алдығы жыл издевенос жост қадалып қалды. Олар бірінші рет армандап Нұрсұлтанға барамыз деп, кәдімгі үстеріне пиджак цвета малина. Бұттарында түрлі түсті ласина дейсің ғой. Оң қойыңдерші. Жігіттер білесіңдер ма? Маған сағат түнгі 3-те WhatsApp-тан издевеносықтың бірінші мынандай голосой жүріп тұр, тыңдаңдар. Раха, ертең Нұрсұлтанға барған кезде бәйтерек бар ғой, соған барып қолымды қойып, арман тілектерімді айтсам орындала ма? Біз өстіпті мәз олды финалға өткен. Финал болмай қалса да. Қайдан айтып отырсың? Ондай болмайды. Құдай сақтасын. Неге маған Құдай сақтасын? Жігіттер не балаң әңгімесін айтыпсыңдар? Ондай жоқ вообще болмаған да. Құдай. Жігіттер, оны қайырыңдаршы, не жаңалық болып отыр? Естімедіңдер ма не? Жақында Discover Music байқауы өтті ғой. Хабарла онда. Бәріміз білетіндей, жақында Discover Music байқауы өтті. Сонымен тамашалаймыз, өз жұмысын қатты жақсы көретін Ақтөбе лицейінің жұмысшылары. Асылым менің ай. Бақно, қандай керемет дауыс. Айтпа, мынандай дауысты бірінші рет естіп тұрмын ғой мен. Жүктер не істеп отырсыңдар? Сүйікті заводшымыздың каверін тыңдап отқан. Естімедіңдер ма не? Нұрлан ағай өзенге ауысып кетті ғой. Бәсе құлақ ауысып кетті ғой. Оң қоя ғой ішті.
Мына кісіні айтам да, ардагер ғой. 4 жыл ойнаған ғой мына кісі. Мынау лучший игрок қой мынау деген. Көрермендердің тек көмек жетпей қалған ғой. Чемпион болуға чут қалған ғой. Негізі ана жюрилердің орнына осы кісі отыру керек қой. Әбәсе Нұрбек ағай мен орын босатасың. Ендеше төленмей разна-раз шығып жүрген white тауықтар кетті. Тамашалаймыз. Лицейге жаңадан түскен 7-ші сынып оқушысы өзінің достарымен бірге көшедегі. Йо, привет деш. Мераба. Қалайсың деш? Насылсың? Көшеге шық, доп теуіп қайтақ деш ал. Гидиyorum көшеге шығыyorum, допты темиyorum. Тамашалаймыз. Өте тар көшеде болған оқиға. Сіздер білмейтін шығарсыздар, бірақ біз дәл осы қыздар лицейіне осылай кірдік. Жігіттер, маскаларымыз тағып алайық. Тақтық қой. Дұрыстап тағып аламыз, давайте. Түф. Әбей не ғой, өзіңіз тақпайсыз? Тағып атыр. Қалау жоғынан. Сөз соңына шынына келетін болсақ, достар, бұл ойын әділ қазыларға жағымпаздығынан жарысатын ойын емес. Бұл ойын халыққа өтінді әзіл айтып, күлдіріп жарысатын ойын. Алдарыңызда өнер көрсеткен әділ қазыларға жағымпаздығының арқасында халыққа өтінді әзіл айтып, күлдіріп берген white тауықтар, рахмет. Алыс түзу жолдармен сауындар, жүрегімде оттай сезімім барда. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда жергілікті Ақтөбе ол білім инновация лицейінің құрамасы бірдеңе командасы. Егерде сіздер біздерді танымасаңыздар, біздер Маклюбені сүтпен бірге жейтін командамыз. Бізде Маклюбені күрішпен емес, Перловкамен жейтін командамыз. Тоқтаңдар жігіттер, не айтып атсыңдар сендер? Біздің таңертең жейтініміз Маклюб емес, ол перловый каша. Бәсе. Мақұл, ол түсінікті. Содан да бізге мынаны айтшы. Біз нақ басқа команда ақсап тұрып бастамаймыз. Нақ мына жерде отырық. Сен не білмейсің ба не? Жоқ. Осылай отыратын адамдар кейін көтеріліп кетіп атқан жоқ па? Жігіттер, оны отыратын туралы әзілдемеңдер. Онысы да отырып шыққан. Не қараңдар? Сен оны дұрыс түсінбегенсің ғой? Ол түрмедегі емес, ол БТС-тағы аудиториясы. Аят, не оған сан? Біз дайындықта олай белмедік қой. Кімде сан бұл бейді? Кімде түйінде? Міне мұнаға үйретті маған. Біздің директор танцор диско екен ғой. Жігіттер, бұл ойын бізге өте маңызды ойын. Бізге чемпиондық керек. Айтпақшы, ойын демекші, ойын тақырыбы қандай еді? Жігіттер, бүгінгі ойын тақырыбы көптен күткен КТЛ. Вот, мінекей, ал бізде көптен күткен жаңалық бар. Жігіттер, осы карантин кезінде басқа лицейлерде уайым-пайым туындап жатса, бізде түк те ойым жоқ қой. Бізде келсінші, осы жыл сәтті табыс жыл, білесіңдер ма неге? Неге? Көптен күткен жаңалық жігіттер. Осы жылы Ақтөбе қыз лицейі ашылды. Түржан, біз қыздармен чатасып алдық. Сен қосайын ба? Не айтып атсыңдар сендер? Қаяқтағы чат ұялмайсыңдар ма? Қандай адамдар отыра не? Бірақ мен мыналарға бостан бос ұрысып атырмын. Бәрі ішінде бірақ қыз ғой, ит ол апай. Бірақ жігіттер, шынымды айтайын, бұл апай маған мүлде ұнамайды бар ғой. Қалай ұнамайды? Балауса қыз едің бір кезде, шашың ақ бантик байлаған. Қыз жүрегін шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп маған қарай тастаңдар. Жігіттер, мынау кім? Мынау бағанағы общий чаттағы жалғыз апай ғой. Олай болса, общий чаттағы жалғыз апайына шүкіршілік етіп жүрген біріне кеттік. Апай артынан кеттік бе? Жоқ, былай кеттік.
Қайырлы кеш достар. Сонымен көреміз түнгі көшелердің бірінде жүрген абла. Вау, неткен тәрбиелі абла. Түф, неткен әдемі абла мынау, қараңдар. Мә, мынау әйел болатын абла екен. Құдайым-ау, не деген Маклюбе мынау. Тос қой мынау, тос. Пудигімен, мучигонімен, тусигонімен. Ойбай, спортик өзі. Бүдеу, екі. Сонымен көреміз белгісіз бір леседе болған жағдай. Мұрт өскетті менде, мұрт. Мұрт өскетті менде, мұрт. Абла, не істеймін, не істеймін? Ей, сенікі шүкір ғой, мен сақалды не істеймін, не істеймін. Ешіктер, осы сәлемсізден ақ қыз лицей туралы көп айтып кеттік. Өйткені біз абла болғымыз келеді. Особенно мен. Шынымызды айтсақ, біз өскенде тәрбиеші болғымыз келеді. Өйткені тәрбиеші болу арқылы біз басқа көп балдарға жол аша аламыз. Сонымен болашақ оқушыларына КТЛ чемпиондарды мақтанғысы келетін бірден-біріне рахмет. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Атырау қыз білім инновация лицейінің құрамасы КТЛ Pro Max. Тоғыл шапалақтан. Сәлем Ақтөбе. Мұнайлы Астананың мұнайлы қыздары біз келдік. Қыздар, сендерде не бар? Бізде жюриларға сыйлық бар, бізде сенсация. Біздің лицейдің мұғалімдері құндылық вакцинасын ойлап тапты. Және де ең қызығы, коронавируске қарсы вакцинаны бірінші министрден бастап салса, бізде бірінші житлерден бастап салады. Неге олай? Енді басқалар хотя бы тәрбие сағатын көрген ғой. Тоқта! Мынау кімге? Болашақ тәрбиешілерге. Аяулым, ана жерде сенсің ғой? Иә, біз лицейлердің лицосын сап жүрік қой. Аяулым, саған Ақтөбе қыз ақша төлеп қойды ма? Жоқ, хочу. А может, келсеміз? Мә, Сахна, осы Атырау білімнің директоры точно Ақтөбе қызға ауысқан жоқ па? Ақтөбе қыз? Дархан ағай, батыстың жалғыз гүлі боламыз дегеніңіз қайда? Басқа атростық алмаймын дегеніңіз қайда? Қайда кетті оның бәрі? Туф! Жоқ, Камала. Жоқ, Камала, сен олай айтпа. Себебі біз бәріміз қыз емеспіз бе? Біз лицейміз. Біз бірміз. Жатақханамызды оқушылардан бөлек тазалықшы апайларына жинайтын бәріміз білеміз. Осы апайлар қыздар лицейінде. Көрейік. Жәмиля, осы біздің үйіміз жұмыс үйіміз болып кетіпті ғой. Соны айтам, лучше сериалымызды көрейікші. Кемал, сен бенім бабамсың, ян, қоши. Дәл осы жағдай ұлдар лицейінде. Больше никого? Куда еще больше? К бою. Лицейіміздегі ағайлар мен апайлар туралы кең таралған миф. Тамашалаймыз. Құрыш, сен миф емес қой? Ой, I'm sorry. Бірінші күн. Екінші күн. Сенің мөлдір көздерің еркелеп. Үшінші күн. Гүлдерім, той түнде, тәтті күнде, жас жұбайлар шат күлімдер, ән салайық, би билейік. Тамашалаймыз, бәріміз білетін саяхатшы Дара кейіпкері лицейст болса. Сәлем, достар! Бүгін біздің мақсатымыз ол жатақханадан қашу. Бірақ ол үшін бізге карта керек. Қанеке, бірге карта!
Мен картамын. Жарайсыз ағай, өте үлкен жұмыс жасадыңыз. Ал енді жатақханадан қашу үшін бізде 2 жол бар. Бірінші жолда қатал жатақхана меңгерушісі, ал екінші жолда Бүріш ағай. Кешіріңіздер, Нұрбақыт ағай. Ал ендеше қай жолды таңдаймыз? Дұрыс айтасың, Нұрбақыт ағайға барамыз. Нұрбақыт ағай, сіз мені көрген жоқсыз. Қанекей, бірге. Нұрбақыт ағай, сіз мені көрген жоқсыз. Көріп тұрмын негізі. Ағай, өзіміз ғой жатам. Жартылай көріп тұрмын бүйтіп. Как? Ладно. Біз КТЛ арқылы ең керемет емнің әзіл екеніне көз жеткіздік. Сонымен 1 жыл карантиннен жаңарып келген КТЛ Pro Max. Все мои улыбки делают. Көп рахмет, және де бастауыш сайысын тамамдайтын Атырау Ол білім инновация лицейінің құрамасы жарты бастар командасы. Тоғыл шапалақпен қарсы алыңыздар. Құрметті достар және қыздар, сіздер ойлап отырған боларсыздар, неге бірде бір лицейінде 2 бала келді деп. Біз қыздар лицейінің әзілдер сияқтымыз. Біз азбыз, бірақ біз сонда да берілмейміз. Сәлем Ақтөбе! Ал енді таныса отырайық. Бұл Аділ. Ол Зверополис мультфильмдегі бір кейіпкерге ұқсайды. Ал бұл Алихан. Алихан өмірдегі кез келген ситуацияға ән шығара алады. Елесетіп көрейік, оқушыстың тәрбиешіне арналған әні. Енді бізді айырмашы. Аділ, мүмкін басқа командар сияқты жақсы іздеудің орнына өтірік билей береміз. Жоқ, біз қыздар лицей емеспіз. Аділ, неге сен қыздар лицей туралы әзілдей бересің? Білесің бе? Мен 4 жыл бойы КТЛ ойындарына қатысып келе жатырмын. Әр жыл сайын қыздар лицейі туралы әзілдер жазамын. Бірақ та әр жыл сайын Нұрбақыт ағай бұл әзілдер тым ұятсыз деп кесіп тастай береді. Мен өзіме қалай Нұрбақыт ағай әзілдері кесіп тастамайтындай, қыздар лицейі туралы әзілдегі болады деген сұрақ қойдым. Сол сұрақтан кейін мен қыздар лицейі туралы ең мықты әзілдер жаздым. Ол қандай әзілдер, ұстаз? Қыздар лицейіндегі КТЛ-ға кастинг. Сәлеметсіз, менің атым Мадина. Мен мүлдем әзілдей алмаймын. Мен дикциям нашар, бірақ мен билей алам. Сіз қабылдандыңыз? жыл КТЛ ойындары. Жюри апайлардың шешімі бойынша 30 жылда алғаш рет чемпион болып тұрған Ақтөбе қыздар лицейі. Аділ, сен мұнда әзілдер феминистерге, кешіріңіз, жюрилерге ұнайды деп ойлайсың ба? Менде жюрилерге ұнайтын әзіл бар ғой. Ол қандай әзіл сонда? Жюрилерге ұнайтын әзіл тәрбиешінің үйінде. Тын-тын. Сәлеметсіз, соцопрос. Титаниум Менделеев таблицасында нешінші орында тұр? Бетховен ай сонатасы қашан жазылды? Жақсы. Құлсары лицейі қай жерде орналасқан? Түсінікті. Әлемдегі ең керемет адам? Дархан өте. Көшеде оқушысын қызбен көріп қойған тәрбиеші. Көптеген голливудтық фильмдерде осындай сценалар бар. Сонда сен маған тостың қалай жасайтын айтпайым деп шештің ба? Ағай, мен сізге айтып тұрмын ғой, мен тостың қалай жасайтынын білмеймін. Мен олимпиадшықпын. Балалар тост пісіріп жатқан кезде мен çalışып жатырмын, мен білмеймін тостың қалай жасайтынын. Онда өзінен көр. Жоқ. Ойынымыз соның түрік тілі мұғалімдердің бритвасын сөзімен аяқтаймыз. Рахмет. Көп рахмет.
Осымен бастауыш сайысы өз мәресіне жетті және әділ қазылар алқасы бастауыш сайысының ұпайларын алмастан бұрын командалар ортаға. Әділ қазылар дайын болса, бастауыш сайысының ұпайларын алайық. Максимум 10 ұпай, минимум 5 ұпай. Алғаш боп ортаға шыққан құлсары біз жанбасақ лапылдап. 8, 8, 9, 10, 10. Жаңа өзен, из 90. 10, 10, 10, 9, 8. Ақтөбе қыз, AQ Babies. 8, 9, 8, 9, 8. Ақтау, Whitetау. 9, 10, 8, 10, 9. Және де Ақтөбе ұл, бірдеңе. 9, 7, 9, 9, және де 8. Атырау қыз, КТЛ Pro Max. Нұрболай өз шешімі шығарып қойған сияқты ғой. 7, 9, 9, 10, және де 8. Және соңғы шыққан Атырау ұл, жарты бастар. 9, 8, 9, 7, 9. Бастауыш сайысы бойынша орташа ұпайлар. Құлсары, біз жанбасақ лапылдап, 9 ұпай. Жаңа өзен, из 90, 9,4 ұпай. Ақтөбе қыз, AQ Babies, 8,4 ұпай. Ақтау, Whitetау командасы, 9,2 ұпай. Ақтөбе ұл, бірдеңе. 8,4 ұпай. Атырау қыз, КТЛ Pro Max, 8,6 ұпай және Атырау ұл жарты бастар, 8,4 ұпай. Көп рахмет. Келесі сайысымыз оқиғалық ширату. Әділ қазылар тарапынан жағдаят беріледі, яғни ситуация беріледі. Ал командалар тапқырлықпен жауабын беру керек. Әділ қазылардан алғаш боп ортаға Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының батыс аймақтық координаторы Әсет Дүйсенбаев мырзаны сахна төріне шақырамыз. Әсет ағай, ортаға қарай өте беріңіз. Сіздің жағдаятыңыз, сіз жатақхана меңгерушісіз және алдыңызға оқушы кеп тұр. Сіздің сұрағыңыз, бір рет жоқ деп айттым ғой, не үшін тағы кеп тұрсың? Яғни рұқсат қағазын алуға кеп тұр. Бір рет жоқ деп айттым ғой, не үшін тағы кеп тұрсың? Атырау ұл, жарты бастар. Саған бір рет айттым ғой, не қайтып кеп тұрсың, рұқсат жоқ. Қыздар лицейіне қыз алып келуге болмай ма не? Білде. Мен сендерге айттым ғой, рұқсат жоқ деп. Неге қайтып кеп тұрсың? Ту ағай, қалай рұқсат жоқ? Жаңа лицей ашылды, қыз лицей мен ел лицейін қосып жібермедік па? Нәпсіңе ерік берме. Издевеноса, Жаңаөзен. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой, неге қайтып кеп тұрсың маған? Ағай, серьезно айтам, үйден келатырмын. Whitetау, Ақтау. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой, неге қайтып кеп тұрсың маған? Білмеймін, Нұрбек ағай, по-любому орын босату керек қой. Біз жанбаса лапылдап құлсары. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой, неге кеп тұрсың маған қайта? Ту ағай, ғимаратта итақта қалаңыз, мына такси келіп тұр ағай, шығып кетейінші, пожалуйста ағай. КТЛ Pro Max Атырау қыз сұрақ. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой, неге кеп тұрсың маған қайтадан? Кәка ағай, альбинені бере тұрсыз ба? Олмен келіс қайтайын. Біз жанбасақ лапылдап құлсары. Қайтадан кетеміз ба? Иә, қайтадан екінші жауап берсе болады. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой, неге қайтып кеп тұрсың маған? Мен білмеймін. Ақтөбе AQ. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой, неге кеп тұрсың маған қайтадан? Ағай, проблем болып тұр ма?
Ақтөбе бірде. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой, неге қайтып келіп тұрсың маған? Ағай, масканы шешіп сөйлеңізші. Тағы бір рет па? Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге қайтып келіп тұрсың маған? Ой, кешіріңіз ағай, қайтап жіберсе қызға қарап қалдым. Жоқ. Нәпсіңе ерік берме. Издевайсыздар Жаңаөзен. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге қайтадан келіп тұрсың маған? Әсет қожам. Алдыңда тұр Әсет қожам. Издевайсыздар Жаңаөзен. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге қайтадан келіп тұрсың маған? Ема, родной, жайма сенік төлтке сұрап тұр, құдай, төлтке! Пижама сал апылдап құлсар. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге келіп тұрсың маған қайтадан? Ағай, конкретно Дархан Өтенің өзі изин берген, сенбесең сұрақ бараңыз мені. Команда издевайсыз Жаңаөзен. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге келіп тұрсың маған қайтадан? Абияно, не Альбине жемқорлыққа жол жоқ. Бірде Жаңаөзен, батыстың басшысы ғой, не деймін. Атырау КТЛ Pro Max. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге келіп тұрсың маған қайтадан? Ағай, сіз мен кім екен білесіз ба? Білесіз ба мен кім екен? Мен картамын. Елесете, егер осы сұраққа Дархан Өте жауап берсе, Уайттау, Ақтау. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге келіп тұрсың маған қайтадан? Тошыма Әсет қожам? Жамбасақ лапылдап құлсары. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге келіп тұрсың маған қайтадан? Неге ағай жіберіңізші? Біз жамбасақ лапылдап құлсары. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге келіп тұрсың маған қайтадан? Алло, мама. Мына жақта Аситай бірден тұр сөйістіш. Ақтөбе IQ. Мен саған рұқсат жоқ деп айттым ғой. Неге келіп тұрсың маған қайтадан? Аға, неге ұрсасың? Ойбай, бұлшық. Ой, біле ұмытып қалдым. Көп рахмет. Келесі жағдаят. Әсет ағай. Келесі балдарыңызда Байыршев университетінің ректоры Бауыржан Ташмұхамбетов мырзаны сахна төріне шақырамыз. Ағай, сіздің жағдаятыңыз мындай. Алдыңызға шыққан кісі, ұл болсын, қыз болсын. Ұл болса қыздар лицейіне кіріп кеткен, қыз болса ұлдар лицейіне кіріп кеткен. Сіздің сұрағыңыз, сіздер не ағып жүрсіздер? Команда издевайсыз Жаңаөзен. Не ағып жүрсің? Болмай ма? Пижама сал апылдап құлсар. Не ағып жүрсің? КВМ бола тұр, ағай. Не қоймадыңдар, өтпей қалады ғой кіз. Ой, жабыспа қыздар көрмегенде. Мына қыздар да екі жақтан жабып. Қош тез сұрағын. Ой, кешіріңіз, қойшы сұрағыңыз. Қай жерден боласың? Ақтөбе бірдеңе. Қыздар лицейінде не істеп жүрсің? Бұл енді өте орынды сұрақ, енді өте мықты сұрақ. Сол өте Дархан Өте, енді өте күшті сұрақ. Енді болашақта осы сұраққа жауап қарастырамыз, енді өте орынды сұрақ екен. Біз жамбасақ лапылдап құлсары. Қыздар лицейінде не істеп жүрсің? Ту, ағай шатасып кеттім, не болды? Издевайсыз Жаңаөзен. Қыздар лицейінде не істеп жүрсің? Әбейімді алып кетейін деп едім ғой. Уайттау, Ақтау. Ай, қыздар лицейінде не істеп жүрсің? Пижама сал апылдап құлсары. Қыздар лицейінде не істеп жүрсіңдер? Налар нәпсіне ағып души қандырып алайын деп қой. Ақтөбе бірде. Ай, қыздар лицейінде не істеп жүрсің? Ағай, сіз мына жақта не істеп жүрсіз? Сіз Байышевта болу керексіз ғой. Ақтөбе қыз IQ. Қызым, ұлдар лицейінде не істеп жүрсің? Мен картамын. Біз жамбасақ лапылдап құлсары. Қыздар лицейінде не істеп жүрсің? Ет жейсіз ба, ағай? АКЛ КТЛ Pro Max. Сұрақ. Ұлдар лицейінде не істеп жүрсіңдер, қыздар? Ағай, енді кірмейміз, точно енді кірмейміз. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Құсайынов атындағы мектеп интернатының директоры Нұрбек Аманов мырзаны ортаға шақырамыз.
Сіздің жағдаятыңыз ағай, сіз кантиндесіз және алдыңызға шыққан оқушының қарыздары бар екен. Сіздің сұрағыңыз 3000 теңге қарызыңды қашан өтейсің? Біржан Басалапылдап Құлсары. 3000 теңге қарызын қашан төлейсіз? 3000 теңге, 3000 ғой, ай, жалпы кімсіз? Кантинжі. Біржан Басалапылдап Құлсары. 3000 теңге қарызын қашан төлейсіз? Айлық түсін төлейм. Атырау жартастар. 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Осы ойында бірінші орын алып алайық, сосын сізге 150 000 теңге бөліп береміз ғой. Осы ойында ақша бермейді. Жақсы. Ақтөбе екеук. Қызым, 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Зарплатынан айырғың кеп жүр ма не? Команда иземесің Жаңаөзен. 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Ай, буфетте жұмыс істеп кетіпсіз ғой, Дархан өтеге әзіліңіз өтпей алды ма? АКЛ КТЛ Pro Max. 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Сіз менікін қашан бересіз? Біржан Басалапылдақ Құлсары. 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Санасып қалған адам екен түстіпті. Уайттау, ақтау. 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Сіз маған қашан орын бересіз? Не берем? Біржан Басалапылдап Құлсары. 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Қателеспеңіз, ай, 2999 теңге. Ақтөбе білдене. 3000 теңге қарызын қашан төлейсің? Ой, ағай, сол 3000-ді қоя тұрыңызшы. Газ суыңыз қайда? Рахмет. Извиняюсь, Жаңаөзен. 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Дым жоқ, биылға, дым жоқ, 0. Елестетіп көр, егер де осы сұраққа Жаңаөзен оқушы жауап берсе. 3000 теңге қашан төлейсің? Ешқашан. Ақтөбе IQ. 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Не проблема бар ма? Ой, де шутка. Ағай, ертең зарплата түскен соң қайтып берем, шын айтам. Соңғы. 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Команда иземесің Жаңаөзен. Хорошо. Қашан төлейсің? Бұл сұраққа Жаңаөзен жауап берсе. Міне ағай. Ой, АКЛ КТЛ Pro Max. Кантинде 3000 теңге қарызың бар, қашан төлейсің? Ағай, сіз есіктің табалдырығында тұрсыз. Бір шаг артқа жасаңызшы, пожалуйста. Есік кілтеп тастадым, сау болыңыз. Көп рахмет. Қол шапалақпен шығарып салайық ағайды. Келесі обалдарыңызда Байышев мектеп-лицей интернатының директоры Нұржан Хамзе Мыржаны сахна төріне шақырамыз. Ағай, сіздің жағдаятыңыз, сіз асабасыз, тойда сөз кезегін той иесіне берейік деген сөзіңіз сіздің. Және оқушылар жауап беру керек. Біржан Басалапылдақ Құлсары. Там адам ғой. Иә. Сөз кезегін той иесіне берейік. Карантинде қайдағы той құрсын? Команда иземесің Жаңаөзен. Ал сөз кезегін той иесіне берейік. Ай, бүгін осы айта алмайды ау. АКЛ КТЛ Pro Max. Сұрақ. Сөз кезегін той иесіне берейік. Ал енді не дейміз, сөзге дейміз. Бәріне қосылып кетем. Құлсары Біржан Басалапылдап. Ал енді сөз кезегін той иесіне берейік. Ал енді мына енді сөз беріп жатқаныңа рахмет. Құлсары чемпион болады дегенде оң қолымыз көтерейік әнекей. Екінші орын алады дегенде сол қолымыз көтерейік. Ал енді мына бір осы бір хотя бы орын алып кетсін деп шапалақ ұрайық ағайындар, кәне. Ақтөбе бірдеңе. Ал енді сөз кезегін той иесіне берейік. Ағай, осы карантин той жазамай қойшы. Онсыз да карантин деп ана Атырауда 2-ақ бала қалған, и то жартастар.
елестетеміз егер осы сұраққа Нұрбол Төлебаев жауап берсе. Уайттау, ақтау. Ал енді сөз кезегін той иесіне берейік. Қой, мен не деймін, Дархан ағай бірінші сөйлесін. Ақтөбе AQ. Ал енді сөз кезегін той иесіне берейік. Ай, күте тұрыңыз. Ақтөбе, шапалақ! 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 Бұл той бітті? Наглостен қой көріп қыр алып. Құлсары бір жама сапылдап. Ал енді сөз кезегін той иесіне берейік. Ал енді тамада сөз береді екенсің, рахмет енді. Мына 2 жас жалпы білім инновация лицейінің жазғы семинарында танысқан енді. Сол екеуінің қосылып отырғанда мына бір үлкен себеп үшін Нұрбол ағайымызға үлкен рахмет айтамыз мінекей. Кәнекей! Извиняюсь, Жаңғызен. Ал енді сөз кезегін той иесіне берейік. Ал енді сөз беріп жатқандарыңызға рахмет осы. Нұрбол ағай келгеніңізге рахмет. Атырау қыздарға рахмет. Настроение түсірмей билеп жүр хотя бы. Енді барлықтарыңызға келгендеріңізге рахмет енді. Осы менің балам үйленіп жатыр екен. Ал, жақсы. Рахмет. Біз жанбасақ лапылдап Құлсары. Сөз кезегін той иесіне берейік. Ladies and gentlemen. Ау, Евсекен ғой. Көп рахмет. Келесі жағдаят. Доғыл шапалақпен шығарып салайық. Келесі обалдарыңызда білім инновация халықаралық қоғамдық қорының вице-президенті Нұрбол Төлебаев мырзаны сахна төріне шығарамыз. Нұрбол ағай, сіздің жағдайыңыз, сіз сыныптасыңызға журналды көрсетесіз де айтасыз, журнал алып кеттім, не істейміз? Журналды алып кеттім, не істейміз? Атыраулы жартастар. Журналдап кеттім, не істейміз? Бізде Эдупич қой, бізге бәрібір әйтеуір. Извиняюсь, Жаңғызен. Журналды алып кеттім, не істейміз енді? Алып кеткеннен не пайда, братан? По-любому онлайн емес пе? И то электронныйға қойылады. Ол не стоит, братан, не стоит. Құлсары бір жама лапылдап. Журналды алып кеттім, не істейміз, кеттік. Аңдатпағандай білдей бір білім инновация лицейінің вице-президенті Нұрбол Төлебаевтың осындай сұрақ қоюына не себепке барады? Қалай ойлайсыз? Білмеймін, бадаға шұбат шығар. Бірдеңе, Ақтөбе. Журналды алып кеттім, не істейміз, кеттік. Ағай, тойда қайдағы журнал? Сосын тойды тездетіп бітірейікші. Ато біздің директорымыз ішіп уже бейтіп қуып жатыр. Егер бұл сұраққа Дархан өте жауап берсе, айттау, ақтау. Хорошо, журналды алып кеттім, не істейміз? Қой, апайға бере салайық. Команда izleyemiz Жаңғызен. Я сол бірінші атын айтып алғанын күтіп тұрдым да. Бағанағы ағайлардан кейін. Журналды алып алып, не істейміз? Бұл сұрағыңыздан кейін сіз Жаңаөзенде мұғалім боласыз. АКЛ КТЛ Pro Max. Қыздар, журналды алып алдым, не істейміз енді? Не істейміз? 3-ті 5-ке түсейміз. Атыраулы жартастар, осы ситуация, осы сұрақтан кейін, бір күннен кейін. Давай, айт. Я, Нурбол Тулебаев, извиняюсь всем перед всеми за то, что украл... Ақтөбе, бірдеңе. Бірдеңе. Не істейміз, журналды алып алдым? Ой, ағай, осылай вице-президент болып жүрсіз. Ақтөбе AQ. Сол жауап. Журналды алып алдым. Не істейміз? Мә, неге аласыз? Атырау ұқсап жартас болып қаласыз ғой. Көп рахмет. Жауап берген командаларға тағы бір доғыл шапалақ. Әділ қазылар алқасынан ұпайларын алсақ, максимум 10 ұпай, минимум 5 ұпай. Құлсары, бір жанбасақ лапылдап. 9, 10, 10, 10, 10. Жаңаөзен из 90-х. 8, 10, 10, 9 және 8. Ақтөбе қыз AQ командасы. 8, 8, 8, 9 және 7. Ақтау, Уайттау.
8, 8, 8, 9 және 8. Ақтөбе ұл, бірдеңе командасы. 7, 9, 9, 9, 9. Атырау қыз, КТЛ Pro Max. 9, 9, 9, 8 және де 8. Атырау ұл, жарты бастар. 10, 9, 8, 8 және де 7. Оқиғалық ширату сайысы бойынша орташа ұпайлар. Құлсары Біржан Басақ лапылдап 9,8. Жаңаөзен из 90 9 ұпай. Ақтөбе қыз AQ 8 ұпай. Ақтау White командасы 8,2. Ақтөбе ұл бірдеңе 8,6. Атырау қыз КТЛ Pro Max 8,6. Және Атырау ұл жарты бастар 8,4. Көп рахмет. Келесі сайысқа дайындалуға командаларымызды шығарып салайық. Және командалар соңғы сайысқа дайындалғанша кішігірім тосын сыйымыз бар. Орал білім инновация лицейінен келген қонақ доғал шапалақпен бір қарсы алыңыздар. Жалғыз аққу көл бетінде жүзіп келеді, көз жасымен танып. Командада жалғыз ойыншы деп кемсіту жоғынан сәлем Ақтөбе! Біздің команданың ерекшелігі, біздің команда ауызбіршілігі ең мықты команда. Біздің команда таксидің алдында мен отырам деп ешкім таласпайды. Біздің команда ойбай маған сөз жетпей қалды дейтін әңгіме болмайды. Ең басты, біздің команда карантин талаптарына сай келетін жалғыз команда. Негізі қазақта жалғыздық жаман емес. Қарап тұрсаңыздар, Дархан өте жалғыз президент. Нұрбақтағы жалғыз жүргізуші. Мұн жерде 5 жүргізуші тұрса, не красиво ғой, дұрыс па? Нұрбақтағы деймді де, мұн жерде 5 жүрі не істеп отырды? Біреуін қалғанын кетің не істеп отырды? Негізі біздің командаға коронавирус қатты әсер етті. Жоқ, олай емес, просто ата-аналар жібермей қалды, не ойлап отырсыздар? Сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, мына команданы толық құрамдамыз. Жоқ, біз толық құрамдамыз. Мен жалғыз өзім Нұрбақтағы массовка не керек артық маған? Нұрбақтағы деймді де, сіз осы уақытқа дейін байқаймын қаншама аймақтықтарды ұйымдастырушыда, бірақ сізді бірде-бір команда өзінің командасына шақырып алып ойнап тапты да. Мен сізге сондай мүмкіндікті сыйлайын. Сіз менің командама қош келдіңіз. Ойбай, ұстап қойды. Ағайын қолын ұстап қойды. Антисептик бар ма? Ағай қойсаңшы. Ағай, таңмен ертең сағат 9-да редактора, кешікпеңіз редактор айрат. Нұрбақ дейтін ағай қатты. Жалпы айтамда да, Нұрбақтай. Мына Әділғазы алқаларында білім инновация қорының мен дейтін азаматтар отырды. Алдарында құр су, колама, горелама бірдеме қоймайсыз, еш отырмай ма? Мұн жерде көбі мұғалімдерді, мен сіздерді ең түсіндім. Сіздер көпсіздер, мен жалғыз айқайламандар ше. Бағанадан бері байқағаным, барлық командалар жаңадан ашылған Ақтөбе қыздар лицейіне тиісуді де. Мен бір тиесейін десем, мен жалғыз жабылып кетем айдақ бұрғам. Мына кісіге сенен десем, үйленген 3 баласы бар, нағылып айтам мен бұл кісіге. Ендеше Оралдан келген жалғыз тұяқ. Біз бастаймыз. Кеттік! Кеттік! Ағай, хабарласаңшы, мен ойымшымыз, оны есепші. Тұрғы ма? Сондай көреміз, шазамы жоқ бала. Нұрбол ағай, мына музыканы тыңдаңыз, білесіз, бар ғой, білесіз. Тамашалаймыз Құлсар лицейіне тәрбиеші болып барған Әби. Ема, вроде Африкаға жібермейді, не қалып жүрміз?
Лицейдегі мұғалімдердің барлығын танитын бала. Нұрбек ағай, Нұржан ағай, сіздері танып отын, Бауыржан ағай, кім ағай? Сіз кімсіз? Ақтөбе қыздар лицейіне жаңадан келген абла. Мә, вроде Нұрурдаға жібермеді, керемет мынаны. 2 апталық жазғы семинардан шыққан ағай. Ағайын, 19 август той, келіңдер бәрің. Құлсардан Нұрордаға көшкен ағай. Шүкір, Құдай бар екен ғой, шүкір. Шай ішемін деп басқа нәрсе шықпай қойған ағай. Не ойлап отырсыңдар, кофе іштім бе, зәт, ойлар. Лицей бітірген асаба. Ал енді ағайын, ортада бір әсем би болсын, ұлдар сол жаққа, қыздар оң жаққа, диджей музыка! Рахмет. Ойын соңында әзілсіз шынайы әңгіме. Барлықтарыңызда сұрақ туындаған шығар, Оралдық Нөжешінші аймақ командасы неліктен келмеді? Батыс Қазақстан облысы еліміздің қызыл аймақтар қатарына кіреді. Сондықтан біздің лицейіміздің басшылығы біздің және басқа командалардың ойыншыларын денсаулықтары мен тәуекел еткісі келмеді. Ал енді мынау сен не істеп жүрсің дейтіндерге менің антисептигім бар. Нұрбол ағай, ішпеңіз, әкеліңіз Нұрбол ағай. Көп рахмет. Сіздердің алдарыңызда олар КТЛ мен мәңгілік бірге Нөжешінші аймақ командасы. Рахмет. Оралым ай, туған жерім, киел өлкен, туман келем, асқақтай бер. Көп рахмет. Егер командалар дайын болса, соңғы сайысымыз еркін сайыс. Оқушыларымыздың дайындап әкелген тапсырмаларын тамашалайық. Сахнаға алғаш болып шығатын көргендеріңізде Ақтөбе ол білім инновация лицейінің құрамасы бірдеңе командасы. Доғол шапалақпен. Ганс Нұрбақыт Андерсонның редактурасынан өткен лицей армиясы ертегісі. Орындайтын бірдеңе құрамасы. Қабыл алыңыздар. Подъем, Абика, 5 минут жата тұрайық. Қаяқтағы 5 минут, сол сайысыңыз 3 минут емес па? Давай, тұрыңдар тез. Сендер әлі төсектерін жинап, жуынуларың керексіңдер. Не істеп жатсыңдар сендер? Бар шкафтың артына ендер, жүгір. Мынау не істеп жатыр? Тұр тез. Мынауың деген... Командир әбі, ұрмаңыз оны. Ол деген Нұрбол ағайдың баласы. Асыл өзіміздің Нурик ба біздің? Жоқ, Нұрбол Төлебаев. Сол Нурик қой? Құрсын сол Нұрбол ағайдың баласы олама, Нуриктің баласы олама, маған бәрі ереже барыңызға ортақ. Қандай ереже? Нұрбол ағай дейді, кім ол сонша Нұрбол? Командир әбі, атпаңыз оны. Ол әлі балаға өмір көрмеген. Жігіттер, ойымдамақ қойыңдар, оның ішінде бәрі оқ жоқ. Қалай оқ жоқ? Бар оқ ішінде, міне. Оқ жоқ екен білген, бірақ банан болған білген жоқ. Тұр тез, бұл саған индейский сериал емес. Мә, әбі, базар жоқ, мерген екенсіз. Бірақ әбі, банан мен атуды қаяқта үйрендіңіз? Жоқ, жігіттер, оны айтпай қояйын. Оны еске түсіргім келіп тұрған жоқ. Мә, әбі, біз үшін айта салыңызшы. Айтыңызшы. Жарайды, сендер үшін айтайын. Мен Құлсарыда болдым. Құлсары. Мә, әбі, азаптың көкесін көрін дейсенші. Жарайды, жігіттер, оны қоя тұрыңдар. Мынаны не істейміз? Қалай оятамыз оны? Командир әбі, мен соткасын тауып алдым. Мүмкін оны жақсы көретін музыкасын қосарыз. Қосарайық онда, кеттік. Мынау кімнің телефон? Нұрбол Төлебаев. Ой, әкесінің телефоны ғой мынау. Нұрбол айтқан не істейміз? Дархан
братан дейді. Дархан ағай сауда жей салыңыз. Алайын ба? Алло, братан. Ой, Дархан ағай. Нұрбол ағай, мен жаңа директорлармен тост жібедім, сізге тост қалдырдым. Жақсы, рахмет тосыңызға. Және де жаңалығым бар, Ақтөбе қыз армиясы ашылып жатыр екен. Түсінікті. Жарайды. Сау болыңыз. Жігіттер, мен сендегі жақсы бір жаңалығым бар. Білем жаңалықты. Ақтөбе қыз армиясы ашылайын деп жатыр ма? Сен оны аяқтан білесің? Маған бывший қарындастарым айтқан ғой. Онда кеттік, болашақ жеңгелеріңе көмектесіп қайтайық. Сонымен алдарыңызда өнер көрсеткен, осы ғимараттың салуына ерен еңбек еткен жігіттер. Особенно мен. Бірдеңе, рахмет. Лицем жүрегімнің төріне, қоштасар күн туды бүгінде. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Жаңа Өзен білім инновация лицейінің құрамасы ИС-90 командасы. Қыздармен интернет арқылы танысқан КТЛ жігіттер. Жеге. Агентпен қыздармен таныспағансың ғой? Аттарын білесіңдер ме? Айт. Камала, Жамала ғой? Аттар басты кетіреді ғой. Камала, экстремала. Жамала, мое сердце сломала. Тыныш жігіттер, анақта Камала келатыр. Жазықтала тыныш, мен отырмын жалғыз, өзіңді ойлап, көңілім толғап, шіркін-ай өткен. Братишка, олимпийский мишка, сен ба мен алайын деп отқан? Алло, родной, бері қарай тартылып кетші, мына 3 дерзкий экземпляр тұр саған. Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер намысы қайнағандар. О, родной, ассаляму алейкум. Родной, от матери другой. Братан, саған мына 3 дерзкий экземпляр тауып қойдым. Шертіп жүріп таңдап аласың ғой. Мынау барахолк сияқты, что-то дышманский. Сол ғой, ар жағын қараш, братан, ар жағын қараш. Опа! Ё-моё, бітті ғана. Турция дейсің ғой. Оригинал, братан. Ходовой, да? 2XL үстіңе ұйықтақ қалады, братан. Онда смеловый. Сол ғой, авайлап ұстан, стеклянный. Давайте, жігіттер, онда біз ертең келіп кетеміз, дайын болың. Бір осындай қыздар тәрбиетін бір Жаңа Өзенде қыздар лицейі ашылғанда ғой. Айтпа. Осы сөздер Дархан өте естісе ғой. Че-то Маситаға жеткізесіз ғой өзіңіз. Не болды маяқта қыз деп жылап? Сол ғой, кет өлең айтайықшы. Аймақтық кезең, Ақтөбеге жиналдық, бас қостық бірге, пойызға билет алдық, Атырауға келіп, вагоннан түскен кезде, пойызға мінген, ат қызды көріп қалдық, дайындалдық біз, карантин көп қинады, еңсеміз төспек, ойынға күш жинадық, бұйырса егер, финал тұзда қаладық, сондықтан маны қызға қарамадық. Финал болса, көрермен бізді қолда. Финал болшы, кубокты еге қошы. Финал болсын, көптен бір өткен бұл ойын, көңілге нұр толсын сахнаның төрінде. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен команда ИС-90 Жаңа Өзен, назарларыңызға рахмет. Финал болшы, кубокты еге қошы. Финал болсын. Көп рахмет. Және де келесі балдарыңызда өз өнерлерін көрсететін Ақтау білім инновация лицейінің құрамасы Уайттау командасы. Ассалаумағалейкум аға. Бәріміз зумдамыз, түгелміз бәріміз. Сіздерді білмеймін, менің отбасым карантинде дәл осылай болды. Сен бала кіммен сөйлесісің өзі? Мынауың бөлімен карантинде отырып жынды болатын болды. Кеше қарасам лампа қарап билеп жүр. Папа, он тик-ток дейді, тик-ток. Тик-ток деген хит болып отыр қазір. Сен оңғай бер, сен вообще сабағыңды оқымайсың. Бірде-бір кітаптың бетінде ашпайсың. Өз бастамаш баба, оқу атыр қойқан, онлайн ғой бәрі. Сен өзің жұмысқа жүрсің бе, жұмысқа жүрдің, көрмеймін ғой сен осы. Барып отыр қой. Тайт, балаңа сөз қайтарма. Ойбай, әкеңе сөз қайтарма.
оң қоя бер. Сен вообще кітап оқымайсың. Кезінде біз кітап оқитын едік, кітапханаға барып. Анақта тұр полкада шан-шан болып. Ой, папа, айттым ғой, бәрі онлайн. Кітапты оқу да онлайн болып кетті. Кітап спейстен оқимыз қазір. Оқыған бетін бәріне плюс басасын, оқылды деп санала береді. Плюс бассаң санала ма? Иә. Бір өзі тексеріп жатыр ма? Ой, жоқ, ешкім тексеріп жатқан жоқ. Нақта онда неғып бәрін бітіріп сынамайсың? Маған да ашып берші, кішкентайлармен жарысайын. Күніне 100 кітап оқымайын ба? Оң қоя бер, кітабымен. Сенің мамандығың не болатынын болды? 10-шы сыныпсың, болашақта кім боласың өзің? Сол мамандық демекші, бүгін мен мамандық туралы түс көріппін. Түсімде мұғалім болыппын. Мұғалім дейма, қақтағы мұғалім? Тұра тұрыңыздаршы, ең қызық жерін айтайын да. Түсімде бір оқушының ата-анасы келіп, миллион теңге өртті маған. Мынауың жақсы ғой, беріп тұрса, ал! Алсын, мен шу балам. Алсайшы, ал, ремонт жасаймыз үйге. Бірақ мен оны алған жоқпын. Торымыза кетсің, беріп тұрса, ал дейм, ал! Маған айтты, тәрбиешім адал емес ақшаны алма деді. Тәрбиеші көріп тұрмы, алсайшы? Алған жоқпын, бірақ оказывается ол түсім екен ғой. Гүлнар, ар жаққа ұрып кетші бір. Ойбай, не үшін барам ол жаққа? Мен әлі жаспын. Өмір сүруім керек мен әлі. Кухняға дейм. Бала, нақы отыр. Сен 10-шы классың, қызың бар ма өзің? Қайдағы, папа. 10-шы классыз құрттаймыз, қайдағы қыз, папа. Сен білесің ба, 10-шы класста мен не бітіргенімді? Не бітірдің ал? Мен 11-шы класста қорада басым жарып алып, пәбіт кетіп қалыпты. Жаныделев Дәулет бар ма, Жаныделев? Қазір әке шақырып жатыр. Ағай, осында отырмыз бәріміз. Байқағандарыңыздай, лицейде онлайн сабақ берілгенімен ешқашанда ешкім онлайн тәрбие бере алмайды. Лицейде үйде жүреміз деп, лицейде құндылықтарымызды жоғалтудамыз. Тәрбиешілер, біз сіздерді қатты сағындық. Пожалуйста, сабақты офлайн қылыңызшы. Сабақты отсутствие қоймау үшін оқитын уайтталықтар, рахмет. Люби меня, люби жарким огнем. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда жергілікті қыздарыңыз Ақтөбе қыз білім инновация лицейінің құрамасы AQ командасы. Тамашалаймыз біздің көптен күткен КТЛ. Бұл еркін сайыс болғандықтан қыздар видео түсіріп әкелген екен. Назарларыңыз түсінгендеріңіздей Көгілдір экранға. Kızlar merhaba, nasılsınız? İyi. İşler nasıl? Anne baba nasıl? Ne var? Sen nerelisin? Niye? Bilmeyeyim. Ой, Официант, мен тамақ жеймін беп тұр. Что-то менің тоже. Официант. Қайдағы официант? Мына жерде официант көріп тұрсыңдар ма? Барыңдар оқыма сағатына. Аха, бар жатыр. Ұқсап қағаздар ма? Ал не? Мынадай қағаз, міне ұқсап. Дауыс жинабасың, 5 теңгейін. Риза табайларынан аласың. Онсыз болмайды, шығармайын. Ол үшін ұқсап қағаз алу керек ма? Иә. Это что за тюрьма такая? Эльфара, неге бұл жумайсыз? Жумаймын полды. Жуасың? Неге жумайсың? Завези, вообще ничего не кушал. Капец, қазір тамақ заказать етеміз. Да, ятыш. 22:40 болды ғой, не істеп жүрсіңдер? Ятыш. Ятыш жеймін. Тамағы? Бар, ұйықтаңдар. Ятыш деген тамақ. Ятыш, ұйықтаңдар бар. Қосылды. Қазір 23:00. Ятыш басталды. Біз телефонда башқалардан жауап алдық. Осында түрме сияқты. Ятыш деген блюдо бар, бірақ оны бермейді.
Екеумізде титандан жүреді, оларды абла дейді. Сөз соңына келсек, бұл айтылғанның бәрі әзіл ғой. Біз лицейімізді шын жүрегімізбен жақсы көреміз. Және де осы лицейдің ашылуына себеп болатын кәсіпкерлерге, және де бізге білім беру үшін, тәрбие беру үшін Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған мұғалімдеріміз бен тәрбиешілерімізге мың алғыс. Сіздермен бірге болған AQ! Қандай анада туғансың еркен мінезі. Көп рахмет. Келесі обалдарыңызды Атырау ұл жарты бастар командасы. Доғол шапалақпен. Әлемге әйгілі Человек-паук оқиғасы бізді нұсқада. Бұл оқиға өрмек шағылған жігіт Питер Паркер туралы, бірақ та оны барлығы Человек-паук деп біледі. Человек-пауктың өмірін бір телефон қоңырауы өзгертті. Человек-паук тыңдап тұр. Человек-паук, сенің қызың МJ менде. Мен лицейспін ғой, менің қызым жоқ қой. Мен сен сол айтатын біліп, мен сенің тәрбиешін ұрлап кеттім. Сен кімсің? Менің атым Мистерио. Егер де 5 минут ішінде келмейтін болсан, мен сенің тәрбиешінді қосарға жіберем. Жақсы. Мистерио, адрес сұрауды ұмытып кеттің ғой. Иә, мен сахнаның артындамын. Все. Дәл сол сәт Мистерион сарайында. Абе, бәрі дұрыс па? Мистерио. Не сөйлеуін білем. Не сөйлеуін білем. Түсінбедім. Мен сен келетін білгем дейм. Мистерио, жағдай қиындамай тұрғанда беріл. Мен саған оңайлықпен берілетін Қытайға келмей алған Орал лицейім ба? Мистерио, егер сен қазір обед жібермесең, мен сені Қосар лицейіне апарып тастаймын. Өмірімді құрт жібергің келе ме? Онда мен сені дистанцовкамен оқытқызып қоям. Мен де жібергің келе ме? Онда мен сені тостына сиыр салмайым. Үйті артық кетпе. Көп сөзді қойда менімен шайқас. Егер де сен ұтсаң, тәрбиеші сенмен кетеді. Егер де мен ұтсам, тәрбиеші менде қалады. Күте тұр. Мен сенімен шайқасудың алдында өзімнің ұстазым Железный человектің сөзді еске түсіру керекпін. Я Железный человек. Қазір мен өзім суперспособностьтар арқылы сен галлюцинациялар көре бастайсың. Галлюцинациялар сенің миына және денеңе нашар әсер етеді. Сосын мен сені... Болды. Онсызда көріністі уақыты 3 минут. Онда... Як Тимаш? Моя звай Барат. Және де ақтық мәреге жолдама алған екі команда Жезқазған және Қостанай. Мына ақымақтықтан басым ауырып жатыр. Енді мен Мистерионы ешқашан жеңе алмаймын. Мен сені жеңдім. Паук. Келесі балдарыңызда Атырау қыз білім инновация лицейінің құрамасы КТЛ Промакс командасы. Доғол шапалақпен. Елестетеміз, бір үйдің балалары лицейіміздің 4 аймағынан 4 келін алса қалай болар еді? Тамашалаймыз. Ал пісімілі ас үйден бастайық. Мынау менің ең үлкен келінім Шымкент келінім. Екіншісі Астана келінім. Ал үшіншісі... Сындыр, тағы сындыр Дархан Өтенің келінсің ғой. Давай. Ой, үшіншісі демекші, ол менің кенжем Атыраудан күшік келіні. Мама, күшік емес, кучук деп айтыны шеш. Давай.
Айтпақшы, менің кенже балам Ақтөбе қыздан келін алып келіпті. Соған бәрін үйретіңдер. Так, сағат 9-да тәрбие сағаты. Қыздар қолдарын жуындар. Майлық қайда? Қайдағы майлық? Не істеп жатсыздар? Маған да басында бір түрлі болып еді, ничего үйренесің. Давай. Өлә, сен ана кеншітайды қайдан тауып жүрсің? Сенің мөлдір көз. Сол баяғы миф қой. Шілей енді, осы миф емес шығар енді. Ой, I'm sorry. Мақыл, ужинға не пісіреміз, айта беріңдер. Давайте Мақұлбе приготовить етейік. Оған ет жоқ қой. Че там, Құлсар жақта телерің бітіп қалды ма не? Қайдағы түйенің еті? Тем более 21 веке. Короче, менде Нұрбол ағайдың сторисындағы конкурстан мына тауықтың еті бар. Қалай? Олар ақша ойнатып жатыр еді ғой, ұтып алдың ба? Құлақтан теуіп көтті ғой. Может, келсеміз? Мама келатыр. Ай, машаллах. Альбенедің иісі мұрын жарады. Неғып тұрсыңдар? Отырыңдар. Ал, дайындалыңдар. Настар, внимание, ас болсын. Сен де өзіміздік екенсің ғой. Көрші, қалайсыңдар? Сәлеметсіз. Бақытты олыңдар. Көрші мынандай 4 аймақтан күшті келіндерді қайдан тауып аласың? Жандарым сол. Давай. Сол 4 аймақ демекші, енді бір шығыс Қазақстаннан чычылап сөйлейтін өзінің бір жатақханасы бар келін болса. Дұрыс айтасыз, көрші. Неғып тұрсың, келін отыр. Ал Кеншітай, мен саған айтайын. Мен сенің келуіңді өте қатты күттім. Стоп. А мен оны вообще күтпедім. Осы үйдің жалғыз күчу келіні болам деп ойлап едім. Қызым. Неге оттаматсың? Сен? Қызым, бізге Форчевченконың тағдырын бермесін. Қысылмай айттым ғой міне. Беттерін айтып тастадым. Бәрі қып-қызыл болып кәдімгі. Жерге қарап отыр. Не істейміз. Молодец. Давай. Келіндерім, менің көршім дұрыс айтады. Себебі лицейлер көбейсе, сендер секілді инабатты, ибалы қыздар көбейе береді. Төртеуміз түгел болсақ төбедегі келеді. Ал келіндерім мезум болса, дархан өте келеді. Дей келе отыра, сіздермен бірге болған КТЛ Pro Max. Все мои улыбки делают Көп рахмет. Және еркін сайысымызды тамамдайтын Құлсары білім инновация лицейінің құрамасы біз жанбасақ Лапылдап командасы. Доғыл шапалақпен. Құрметті көрермендер, бірі білсе, бірі білмес. Былтыр біздің лицейге білім инновация лицейінің президенті Дархан Өте мырза келген болатын. Бірақ оның қалай келіп, қалай кеткенін ешкім білмейді. Сонымен тамашалаймыз. Алло, әсет ағай. Құлсарға Дархан мырза келе жатыр? Жарайды, дайындаламыз. Білем. Күтіп аламыз. Жинал! Арада біраз уақыт өткен соң. Ассалаумағалейкум аға. Қалайсыз? Қалай жеттіңіз? Жақсы, бәрі тамаша. Өздеріңізде қалай? Бізде қайырлысы. Жол шашатпады ма? Шай, кофе? Шыбат, сүттіз де. Ендеше бірден іске көшсек. Жарайды, жүріңіз, мен сізді қазір біздің жұмысшылармен таныстырайын. Бұл біздің лицейдің жұмысшылары. Менің елім. Ей, не істеп жатсыңдар? Өзіңіз емес пе президент келеді деген? Ол президент емес. Жүрегімде КТЛ, көңілімде КТЛ. Қалайсыз, қалай келдіңіз? Жақсы, бәрі тамаша. Бірақ бір сұрағым бар да. Неге Құлсары лицей айдалада орналасқан? Келген айлар қашып кетпес үшін ғой. Қумаш. Солай екен ғой. Жарайды. Басқа лицейлер күледі деп ойламайсыздар ма? Керісінше олар біздерге қарап шүкіршілік етсін. Жарайды, егерде біздің жұмысшылармен таныс болсаңыз, жүріңіз, мен сізді біздің олимпиадчиктармен таныстырайын. Бұл біздің олимпиадчиктар.
бұл біздің олимпиадчиктер, яғни біздің лицейіміздің мақтаныштары. Кешіріңіз, 1 секунд. Ей, олимпиадчиктер қайда? Оларда акимат қалып кетті. Алдында олимпиада орын алғандар үшін әкімнің өзі шақырды ғой. Не істейміз, онда үшеуің олимпиадчик боласыңдар. Қалай? Үшеуміз де нефтемшікпіз ғой. Ей, Дархан өте келіп тұр, түсініпсің ба сен? Сендер олимпиадчиксіңдер. Ағай, бола алмаймыз біз. Жақсы. 3 күн мақұлбе, сендер олимпиадчиксіңдер. Біз олимпиадчикпіз. Біздер білімді балдар екенбіз. Çalışмақ аяқта. Тамақ десе өлесіңдер, Дархан мырза келеді, мың қимай жауап беріңдер, өңкі? Бұл біздің лицейіміздің олимпиадчиктары, өзіңіз былай сұрақ қойып таныса берсеңіз болады. Жарайды. Неше жыл болды олимпиадаға қатысып жүргендеріңізге? 3 жыл, 2 жыл, 7 жыл. 7 жыл? Лицей өзі 5 жыл емес пе? Біздің мұғалімдер сондай бір профессионал, сондай бір білікті мамандарда, мына тентекке 7 жылдың білім берді саған ғой. Жарайды. Онда Құлсары лицейдің олимпиадчиктерінің бәрі естелікке, суретке түссе. Келіңіз. Водитель подъехал. Ағай, сізді алып кетуге сыртта түйелер келіпті. Бір аталы солармен түспедік пе? Сіздермен бірге олған Дархан Өтенің қайта Құлсарға келген күтіп жүрген Біржан Баса лапылдап КТЛ командасы. КТЛ! Көп рахмет, рұқсат болса кешімізді қорытындыласақ. Осы командаларды дайындаған, сахнаға шығарған тәрбиеші мұғалімдерімізге бір ду қол шапалақ. Құрметті командалар, ортаға. Көп рахмет. Әділ қазылар алқасына сөз кезегін берсек, жалпы кешімізді бір қорытындылап, осы кештің бір әсерін қалай болды екен? Қайырлы кеш, құрметті командалар, құрметті ата-аналар, ұстаздар, әріптестер. Бүгінгі кешке қош келдіңіздер, көп рахмет. Бүгінгі кеште өте біздің көңілімізді өте жоғары дәрежеге көтерген мынау командаларға біріншіден өте көп алғыс айтамын. Мынандай жағдайда еш жаңағындай қорықпай, былайша айтқан тәуекелге барып, осы жерге келіп, жақсы ойын көрсеткен командаларға алғысымыз шексіз. Енді жалпы ойынды айтып кететін болсақ, өте жақсы дайындалған екен командалар. Оның ішінде жаңағыдай әзілдері из 90-х болса да, әлі 21-ші ғасырда өтіп жатқан Жаңаөзен командасына көп рахмет. Дархан Өтені және Нұрбол ағайды жақсы көретін Құлсары командасы. Және басқа командаларға көп рахмет айтамын. Бүгін көңілімізді өте көтердіңіз. Рахмет көп. Құрметті КВН-ға қатысушылар, құрметті қонақтар, біріншіден Ақтөбе өнеріне қош келдіңіздер. Бүгін шынымен де керемет көңіл күй сыйлап жатқан командаларға көп алғысымызды айтамыз. Осы жерде біздің оқушыларымыз байқаған болсаңыздар, әзілдерінде көбінесе өздері жақсы көретін ұстаздарын айтып жатыр, тәрбиешілерін айтып жатыр, шынымен де сағынған екен. Бізде оқушылар сіздерді сағындық, әрине. Жаңа Ақтау командасы, қателеспесем, онлайн тәрбие болмайды деді, шынымен де онлайн тәрбие болмайды, тез арада бәріміз бірге тез арада қауышсақ деген тілегіміз бар әрине. Және де осы жерде тағы да бір айтатын, бізге бүгін керемет зал ұсынған, жақында ғана ашылған қыздар лицейі бар. Ақтөбе қыздар лицейі AQ командасы. Жаңа ғана ашылған болса да, байқап отырмыз, приколдарды, әзілдерді уже лицейский болып кеткен екен. Той иелеріне көп рахмет айтқымыз келеді.
Саламатсыздар ма, құрметті қауым, құрметті қатысушылар. Бүгінгі жарыс өте керемет өтті, маған ұнады. Өткен жылдан бері бір жылға жуық карантинда отырмыз, көптеген осындай тойларға бармадық, еш жерде көңіл көтеретін жағдай болған емес. Бірақ қазір осы бүгін сіздер маған үлкен бір мереке сыйладыңыздар. Мен ойлаймын, осында отырған адамдарға да мереке сыйладыңыздар. Сіздер менің байқағаным тек қана қазақ-түрік лицейлерінде тек қана ақылды емес, одан қалса дарынды балаларды оқып жатыр екен. Әр командада өзінше бір ерекшелігі бар. Сондықтан маған өте оңай болған жоқ, өте қиын болды бүгін әділқазы ретінде отырып сіздерге жаңағындай бал беруде. Сондықтан мен айтам, қанаттарыңыз талмасын, ары қарай жалғастыра беріңіздер, ұттым, ұтылдым демеңіздер. Ары қарай кім жалғастырады, бұдан да көп жаңағындай осы бүгін ұтқандарда ары қарай көбірек жетістіктері болсын, ұтпағандар ендігі ойында ұтамыз деп. Бұл тек қана жаңағындай ұтылуға байланысты емес, өмірдегі өте көп нәрселерді ұтуға байланысты бұл нәрселер. Сіздер осында шығасыздар, бізге қараңыздар қандай көңіл күй сыйладыңыздар. Бізге көңіл күйден басқа өте көп сабақ болатын мәселелер айтылды мында. Сондықтан мен айтам, сіздердің еңбектеріңіз босқа кеткен жоқ, сіздердің ағайларыңыздың, тәрбиешілеріңіздің еңбектері босқа кеткен жоқ. Мен қуаныштым, біздің осы Байышев университетіне келем десеңіздер, барлықтарыңызды құшақ жая қарсы аламыз. Рахмет. Грант бересіз ба? Береміз. Ой, рахмет. 11-лер болса, ішкі грантты алып алдық уже. Құрметті қатысушылар, құрметті көрермендер, баршаңыз бүгінгі кешке қош келдіңіздер. Біріншіден бізді қабылдап, қонақ қылып, керемет кештің өтіп атқан осы Ақтөбе қаласының білім инновация мектептерінің басшыларына үлкен алғыс білдіреміз ең алдымен. Біз енді осы жарыс ұйымдастырып, басқасында жүріп, ең көп жаңағыдай нейді, ұйқысы қашып, бүкіл жиналыстарда мына КТЛ-ді не істейміз деп жүрген Нұрбақты ағайға да көп рахмет ең алдымен. Осы аймақтықты бастаймыз ба, бастамаймыз ба деп жүрген кезінде тәуекелге барып аймақтық КТЛ-дерді бастадық осы жылы. Енді пандемия бір жыл отырып қалдық. Батыс аймақтықта көбінесе жаңағы Қызыл аймақта болды, баста Атырауда жоспарланды, сосын Ақтөбеде жоспарланды. Болады ма, болмайды ма деп қатты қиналдық. Бірақ соңында Ақтөбе келіңіздер, біз жасаймыз, ұйымдастырайық, қолдан келгенше деп пандемияға қарамастан осындай керемет кешті ұйымдастыруға жаңағыдай жақсы шешім қабылдағанымызға мен бүгін шынында да қуанып отырмын осы жерде. Рахмет командаларға, командаларды жаңағы осына дайындап әкелген тәрбиешілеріне, мұғалімдеріне және сеніп жіберіп отырған ата-аналарына да үлкен рахмет. Біздің жаңағы осы қатысушылардың арасынан жақсы түлек болып шығып атқан мықты өзіміздің КТЛ түлектерін көріп атырмыз. Ол КТЛ кәдімгі шын мағынада көңілді Тапқырлар лигасының түлектерін көріп атырмыз. Оның бір Абылайхан қазір арамызда келіп отыр. Сүлейман Демирел университетінің құрама командасында ойнап, алғашқы жылы финалда ойнаған болатын. Қазір Сүлейман Демирел құрама командасын құрып, бесеуде КТЛ-дің түлегі, олар биыл қателеспесем Жайдарманның финалына шықты да, Нұрбақыт ағай. Осындай керемет жетістіктеріміз бар. Бүгінгі керемет кеште мен Рүстемді айтып өткім келіп отыр. Рүстем сахна арқасында болса, шықса, осына болса. Театр одного актера деген бар ғой. Жалғыз өзі шығып, бүкіл жюрилерден 10 алған, бүкіл көрерменнің көзайымы болған. Бірақ әрине КТЛ бұл командалық сайыс болғандықтан өкінішке орай біз жеке өзін қабылдай алмадық. Кемі Атырау сияқты, Атыраудың жарты бастары сияқты екі бала болғанда қабылдар едік. Рүстем, рахмет саған керемет көңіл күй үшін. Биыл бітіреді екен. Рүстем 7-ші сыныптан бері мен қателеспесем көңіл Тапқырлар лигасында ойнап жүр. Міне биыл 11-ші сынып. Бұйырса саған да келешек өміріңде үлкен сәттіліктер тілейміз. Жалпы бүгін бүкіл ойыншыларға көп рахмет. Шында да байқасаңыздар, сәлемдесуде мен бір балдан басқасын түсірмедім. Өйткені қатты қиналдым. Бүкіл командалардың бәрінің сәлемдесу өте керемет шықты. Бөліп жара алмадық. Бәрі жақсы, бәрі керемет.
Енді жауап бергенге байланысты екінші турда кейбір нелер болды. Ал енді үшінші сайыстың нәтижесін қазір көреміз. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Керемет көңіл күй үшін рахмет. Мен осымен тоқтатайын. Ал құрметті қонақтар, мұғалімдер, әбилер, хожамдар дейді. Команда қатысушылар өте тартысты ойын болды. Есім Нұржан болады, Жезқазған КТЛ 2009, если что. Жаңа Байышев мектебінде отырмыз. Байышев университетінің қасында ашылдық. Бүкіл сөздер айтылды деп ойлаймын. Тем более Нұрболағадан кейін сөйлеу излишне, я думаю. Но тамаша, маған өте ұнады. Жаңа шуткалардың деңгейлері жоғары өте. Шынымен әр қайсылары уже бір жұлдыздар деп көріп жатырмын. Тек рахмет айтам шақырғандарына. Тағы да осындай тамаша күндерде кездескенше. Көп рахмет. Енді әділ қазылар алқасынан еркін сайыс ұпайларын алайық. Максимум 7 ұпай, минимум 5 ұпай. Естеріңізге сала кетейін, максимум 7 ұпай, минимум 5 ұпай. Құлсары біз жанбасақ лапылдап командасы. 6, 7, 7, 7 және де 6. Жаңа өзен из 90-х. 7, 7, 7, барлық әділ қазылар 7. Ақтөбе қыз AQ командасы. 7, 7, 6, 6 және де 6. Ақтау Уайттау командасы. 6, 7, 6, 6, 6. Ақтөбе ұл бірдеңе командасы. 7, 7, 7, 6, 7. Атырау қыз КТЛ Pro Max. 6, 6, 7, 7, 7. Атырау ұл жартыбастар. 7, 7, 7, 6, 7. Көп рахмет. Еркін сайыс бойынша орташа ұпайлар. Құлсары біз жанбасақ лапылдап 6,60. Жаңа өзен из 90-х 7 ұпай. Ақтөбе қыз AQ 6,40. Ақтау Уайттау командасы 6,20. Ақтөбе ұл бірдеңе 6,80. Атырау қыз КТЛ Pro Max 6,60 және Атырау ұл жартыбастар 6,80. Және де жеңімпаздарды марапаттау үшін әділ қазылар алқасын сахна төріне шақырамыз. Құрметті әділ қазылар, сахна төріне келе қойыңыздар, жеңімпаздарды марапаттау мақсатында. Құрметті қатысушылар, құрметті көрермендер, бізде 8,47 ұпаймен, яғни бірдей орында 2 команда тұр екен. Сол 2 команданың арасында ситуациялық, яғни оқиғалық ширату ойнату тура кеп тұр. 2 команда олар Құлсары және Жаңа өзен. Оқиғалық ширату Нұрболға сізде? Қолыңызда Альбени? Бір Альбени. Және сұрағыңыз осы ма алғаны? Нұрболағайдың туған күні? Нұрболағайдың сұрағы осы ма алғаның? Команда иземастық. Рахмет. Осы ма алғаның? Бұйыртса кубок аламыз, ала қалса. Біз жанбасақ лапылдап күтел. Біз жанбасақ лапылдап күтел. Осы ма алғаның? Ағай шуат берді қоқасына. Өзіңізден бір ситуация болса ойнатып жіберсеңіз болады. Жақсы. Дайындар бар ма? Мен Байышев университетіне неге түспеске? Байышев университетіне неге түспеске? Команда иземастық Жаңа өзен. Қайтып талып қалдым, отыры соған.
Баишев университетіне неге түспеске? Неге бізге кубок бермеске? Жанбасақ лапылдау Құлсары. Баишев университетіне неге түспеске? Біздер қызбен оқығымыз келмейді, қорқамыз біз олардан. Тағы бір ситуация береміз бе? Әлде осы жеткілікті ме? Тағы біреу берейік. Тағы біреу. Осы екі Құлсарда да Жаңаөзенде де қыздар лицейі жоқ, иә? Мысалы, Дархан ағай айтса, бір қыздар лицейі ашуымыз, неге сіздерде ашылу керек қыздар лицейі? Неге сіздің қалада қыздар лицейі ашылу керек? Неге сіздің қалада қыздар лицейі ашылу керек? Өйткені олар қорқады. Құлсары бір жаңа сапылдап. Неге қыздар лицейі сіздің қалада ашылу керек? Пожалуйста, міне ақша, міне сотка, ашайықшы, ағай, пожалуйста. Тағы бір оқиғалық ширату. Сұрақ мынандай. Неге бәрі маска кимей жүр? Неге барлығы маска кимей жүр? Маска қайда, маска? Команда есемес, Жаңаөзен. Маска қайда, неге маска кимей жүрсіңдер? Ағай, как будто өзіңіз дұрыс тағып жүрген адам сияқты айттыңыз ғой. Біз жанбасақ лапылдап Құлсары. Маска қайда, неге маска киіп жүрсіңдер? Біз маска жүретін адамдармыз. Прощальный парус крепче, холодный блеск лишает сна твоя. 7,93 ұпай бойынша Ақтөбе Ол және Атырау қыз білім инновация лицейлері 3-ші орын, 2 команда. Кубок бізде біреу-ақ. Бізде 3-ші орынның кубогы біреу-ақ, бірақ та 2-ші, 3-ші орынның кубогын Ақтөбе Олға беріп жібереміз. 8,47 ұпай бойынша Жаңаөзен из 90-ық 2-ші орын. Және де қосымша оқиғалық ширатуда бір ұпай алған 9,47 ұпаймен Құлсары біз жанбасақ лапылдап. Осымен көңілді тапқырлар лигасы өз мәресіне жетті. Кешімізге келгендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Амандықта кездесе берейік. Сау, саламат болыңыздар.